Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ауылдағы екінші күнім. Мама таңертең тұрып, соғымнан қалған сүретті асып қойған екен. Соған тезірек нан ысып, бүгін түскі асқа бесбармақ жедік. Сіздерде қалай? Бізде үйдегілер балдарым келеді, қыздарым келеді деп осылай етті сүрлендіріп алып қояды. Соны келгенде бізге асып береді. Осы дәмді болып шықты. Сурет осылай әуетімізді ішіп алғаннан кейін, демалып, бескі шайымызды ішкеннен кейін кешкі тамаққа жасауға кірістім. Әбетте ас жеп алғаннан кейін кешкі асыма тек салат пен самса жасай қойдым. Осылай пачуба салатын жасап алғаннан кейін еттерімді турап, самсаға картошкамды қосып, самсаларымды түйіп шықтым. Содан кейін самсаларымды пісіріп алғаннан кейін жұмыртқамды, үйдің домашний жұмыртқа сап-сары болады ғой, соған қытырлық жасай қойдым. Сөйтіп кешкі асымызды осылай дайындап іше қойдық. Бізге ас болсын, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.